Бізде тек қана Каспий ғой, единорог. OneFit единорог емес па? OneFit пока единорог емес, бірақ бұйырса бір 4-5 жылда единорог болу мақсатымыз бар. Қанша стартап жасадыңыз? 4-5 стартап жасаған шығармын. Енді көп па ол 4-5 стартап? 4-5 стартап көп. Бір стартапқа бір 3-4 жыл. Ең басында өте қиын. OneFit дегенде ешкім білмейді. Залға келсең, андай мошенник сияқты болып көрінесің. Сен өзіміз бара бастадық. Бізде офис бойынша бір андай правилалары болды. Аптасына 1-2 рет барып келу керек. Мұрат екеуміз біраз нәрсеге бардық. Танцыға барған кездер болды. Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Өздеріңізбен жаңа эпизодта аман-есен естісіп, көрісіп жатқаныма қуаныштымын. Әдеттегідей эпизодты өтініштен бастайын. Менің арнама әлі жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар, өздеріңіздің достарыңызға, таныстарыңызға, бауырларыңызға таратыңыздар. Бұның бәрі Ой детокс көрермендерінің, тыңдармандарының қатарын арттыруға өз көмегін тигізеді. Естеріңізге сала кетейін, Ой детокс таныс ойға тың көзқарас беретін подкаст, және біз бүгін мен көптен бері сөйлескім келіп жүрген, бірақ әлі де бойлай қоймаған тақырыптардың бірі IT тақырыбында сөйлесеміз. Жалпы Қазақстандағы IT нарығы дамып келе жатыр ма, қандай стартаптар бар, және бұл салада жетістікке жету үшін не істеу керек деген сұрақтарға бүгін бізге келген қонақ жауап береді. Таныстырып кетейін, Ой детокстың қонағы Асқар Ақшабаев, бәріңізге бәлкім танымал OneFit негізін қалаушыларының бірі, КБТУ профессоры. Асқар, Ой детоксқа қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, жақсы. Мен енді жалпы OneFit дегенде көп сұхбаттарды қарап шықтым. Негізі сіздің әріптесіңіз Мұхтар, Мұрат, қателеспесем, Мұрат көп шығады, сұхбаттарды жиі береді, енді ол орыс тілінде. Және өткенде сізді бір сұхбатта көріп, әріптесіңіз Мейірмен бірге көріп мәз болып қалдым. Жалпы қалай сұхбат берген ұнай ма өзіңізге? Жақсы, бірінші рет бердік сұхбат. Бірінші рет беріп жақсы өтті деп ойлаймын. Сосын арғы көрдік. Бәріне ұнап жатқан сияқты. Жұмыстағыларда бәрі күшті өтті дейді. Негізі бере бермеймін. Сұхбат бізде тек қана Мұрат береді. Біз экстраверт, интроверт, біз техникалық адам болғандықтан интроверт, офиста отырып жұмыс жасайтын. Осынан Мұрат береді. Енді осы соңғы кездерде мені шақырып, қазіргі екінші подкаст, бірақ выступленияларға жиі не істеймін, студенттердің алдарында оқушыларға шақырады, сосын бір мероприятиялар болып жатады, сол кездерге кей кезде барып тұрамын. Әдетте Ой детоксқа келген спикерлер кейін тоқтамай неше түрлі подкасттарға барады, сондықтан сізді жиі көреміз деген үміттемін. Жалпы мен Асқар OneFit дегенде елдің бәрін айтатыны, Асқар бастан сондай ботаник болған, түрлі инкубаторларға көп қатысқан, олимпиадалардан шықпайтын деген деп айтып жатады. Жалпы осындай стартаптың басы қасында жүріп, нәтижеге жету үшін сіз сияқты оқушы кезден, бала кезден IT саласында бір толыққанды қызығушылығы болу керек пе? Қалай өзіңіздің балалық шағыңызға оралсаңыз, өзіңізді қалай елестетіп көресіз? Тек қана IT-мен емес. Мен 7-ші класстан бастап программированиемен айналысқам негізі. Ол кезде ағам политехқа түседі 2000 жылдар. И маған кітаптар алып келіп береді. Ол кезде компьютерлардың ең IBM деген компьютер бар. Windows жоқ, ішінде Norton Commander. Ішінде тек қана бір программасы бар, Pascal. Болып тек қана программирование жасай аласыз, басқа ештеңе жасай алмайсыз. Сол 7-ші класстан бастап сол кітаптардың бәрін оқып, программалар жазып, олимпиадаларға қатыстық. Сол 7-ден бастап олимпиадаға қатыстық. Республиканский, международный олимпиадалардың жеңімпазы болды. Сосын КБТУға грантқа түстік. Сол 2004-те КБТУға түстім. Ол кезде де ICPC деген олимпиада бар. Сол жерге қатыстық. Бірінші курста сразу республиканың Қазақстан бойынша бірінші орын алып, Питерға барғанбыз. Полуфиналға, четвертьфиналды отып, сол полуфиналды. Сол
магистратураға шейін барғанша сол олимпиадаларға қатыстық. И уже магистратурада жайлап стартап жасай бастадық. Ең бірінші стартапымыз тек қана техникалық программирование ғана білетін адамдармен, достарымен бірге жасадым. Ол кезде бір 10 шақты бала бір интерактивный доска жасадық. Ол кезде интерактивный доска құны бір 1 миллион ба, 1,5 миллион ба сондай тұратын. Біз инфракрасный ручкамен, ол кезде ана Nintendo'нан бір несі бар, игрушкасы бар, инфракрасный лучты не істейтін, қабылдайтын. Соны математический немен айналдырып, кез келген неде сыза беретіндей жасадық. Интерактивный доска. Сол бірінші стартап болды. Оның құны бір 50-60 мың болды. Яғни нарықтағы бағатын арзан әлде қайда. Бірақ ол кезде сата алатын адам болған жоқ. Тек қана программисттер, математиктер. Сөйтіп ол стартаптардың көбісі не істейді ғой, 99% өліп қалады дейді ғой стартап. Сол бірінші стартап болмады. Оны біраз жасадық. 2009-дан бастап 2011-ге шейін жасадық. Жалпы стартап жасағанда, тіпті олимпиадаға барғанда сіздер не жасайсыздар? Код жасайсыздар ма? Код жазамыз. Мен техникалық жағынан жауап берем қазір. Код жазамыз, продуктылардың қандай функционалдары бар. Бәрін данныйларды сақтап, сол данныйларды не істейміз, анализировать етеміз. Бірақ енді мысалы біз енді ар жақ қатарымыз енді жасымыз ар жақ бер жағы қатарласпыз ғой былай қарасаңыз. Мысалы мен мектепте оқып жүргенде бізде информатика, программирование деген сабақтарда біз тіпті компьютер қосуға қорқатынбыз. Декоративный қызмет атқаратын, ол бар болатын, бірақ біз оған кіре қоймайтынбыз. Сіз Талдықорғаннансыз, иә? Енді Алматы, Астанада оқыған жоқсыз, қалалардың бірінде оқыған. Мен ойлаймын біздің мен Таразда оқыдым, жағдай бірдей болған шығар деп. Сонда сіз қалай жаңа IBM кітаптарын оқыдым дедіңіз ғой, сонда сол бір сызу арқылы ғана жасап үйрендіңіз ба, жоқ сіз үйіңізде компьютер болды ма, қандай да бір артықшылығыңыз болды ма? Иә, компьютерға отырғызбайтын, информатика компьютер, ол кезде вообще компьютерға жақындатпайтын еді ғой. Бірінші Pentium 3-ші, Pentium 2-ші шыққан кездер ғой. Ол кезде IBM деген папам сатып алып береді. Ең арзан компьютер, ішінде ештеңке жоқ жаңағы айтқанымдай. Ойын ойнай алмас, тек қана бір программа бар, Pascal, Norton командамен Pascal. И соны тек қана соны жаза аласың. И кітаптар одан бұрын математикаға дайындалып жүрген. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші класстарда. 7-ші класстарда кітаптар алып келіп береді ағам. И содан бастап уже программирование ете бастаймын. Сосын мектептен бір компьютерді бөлек маған береді, үйіңе алып кет, осымен дайындал. Школда, ол кезде уже Pentium 3, кішкене Windows'ы бар, Windows 95, 98, сол кезде. Кітаптар не істей бастайды, алып беріп бастайды. Потом интернет тек қана неде болады, мектепте бір. 56 килобайт интернет, пока бір бет загружать еткенше, 3-4 сағат өтіп. И сосын оны еще архивировать етіп алып кетуге болады. То есть бір сайттар болған, 3-4 неге шейін кіріп, есептердің бәрін алып, соны үйге барып, соны шығаратымыз. 11-ші классқа шейін өзім дайындалдым. Ағам келіп, кей кезде көрсетіп береді, универде өткен нәрселерін. Соны қабылдап, 11-ші классқа шейін тренерсіз получается. Папам математиканы үйретеді, ағам информатикадан задачалар береді. 11-ші класста 10-ші класста бір қызық болады. Осы областной олимпиадаға келеміз. Гүлайым Кайлдан деген кісі бар, кісі болған. Сол кісімен жаңағы оформлять етеміз республиканский олимпиада бір түнгі 12-1-ге шейін. И сол кезде 10-ші класста есіне сақтап қалады. Сосын 11-ші класста мені неге шақырады, акиматқа шақырады. Камила Қуанышбаева деген кісі шақырып жатыр дейді. Акиматқа не үшін шақырып жатыр деп ойлап қоямыз. Сосын нелердің костюмсын киіп бар дейді директор. Соны барам, сол кезде как раз 2003-2004-те Алматы облысы бойынша сборлар, жаңағы Камила апай сбор дайындала бастайды. Жаңағы бүкіл
облыстың балдарын, одаренный балдарын Алматыға жинап, тренер жалдап үйрете бастайды. Сол жылы бүкіл пәндерден Алматы облысы бірінші орында болған. Соның арқасында. Сол кезде 11 класста сол кісі шақырады, вот Гүлайым Кайлдан айтты, сен олимпиадаға қатысқан екенсің, неге Алматыға барып тренерін істеп дайындала бастайық дейді. Осы жерде Дарын деген мектеп бар, физматтың артында. Сол жерде бір жыл жатып дайындалдық. Нұржан Бакибаев деген тренер, қазір досым. Ол кезде жастымыз, бірақ ол уже экстерна бітірген, университетте оқиды. Сол келіп сабақ берген. Режим, строгий режим. Сағат таңғы 7-те тұрып, завтрак ішіп, дайындала бастаймыз түнгі 11-ге шейін. Басқа сабақ оқымайсыздар сонда? 11 класста почти оқымадым, тек қана дайындық, потому что конкуренция мықты болды. Республиканский олимпиадада орын алу үшін қатты дайындалу керек болды. Параллельно бір проект жаздық. Сол проекттен в итоге апрель-мартта сол екі Дарынның несінде орын алдық, и республиканский олимпиададан тоже орын алдық. КУТуға түскенбіз. КУТуда да жақсы дайындалдық. Бірінші курстан бастап сол международный олимпиадаға Қазақстан 2003-тен бастап дайындала бастады. Біз, получается, екінші жыл 2004-те мен бірінші курсқа түсем. Сол кезден бастап уже қатыса бастадық. Бізде четвертьфинал болады. Полуфинал уже әртүрлі қалаларда болады. Санкт-Петербург, Ташкентте ол кезде. Потом 2016-17-лерде Ташкенттен аударып алып келдік Алматыға. Қазір Алматыда өтеді. Өте қызық. Жалпы енді сіз қазір КБТУда, қателеспесем, профессор әлі сабақ бересіз, қазір азырақ берем, бірақ сол жақта профессор. Қазір көбірек OneFit-қа көңіл бөлем. Бірақ сабақ осы 2007-тен бастап сабақ беріп, 2022-23-ге шейін беріп келдім. Қазір кішкене азайттым, бірақ 2-3 жылда қайттан, наверное, оралам деп ойлаймын. Енді мысалы, бәрібірде білім саласында, IT-дің білім саласындағы өзгерістердің көзіңізді көріп жүрсіз. Егер салыстыратын болсақ, қазіргі мен сіздің қанша жыл бұрынғы біліміңізді, енді жер мен көктей шығар, жастардың, IT саласындағы жастардың білімі қандай қазір? Қазір жақсы деп айтылам. Қазақстан олимпиадаларды өте жақсы выступать етеді. Мектеп оқушылары да жақсы выступать етеді. Олимпиада студенттері жақсы международный финалға өтеді. Қазір көп қой материалдар көп, дайындайтын, онлайн дайындайтындар көп. Потом әртүрлі апта сайын олимпиадалар өтіп тұрады. Сол жерде қатысып не істеуге болады, онлайн өзінің біліміңді тексеруге болады. Соның арқасында размываться етті кішкене. Қазақстандасың ба, жоқ басқа жердесің ба, бәрібір дайындауға мүмкіндік бар, главное ниет болса болды. Сол, бірақ отвлекающий нәрселер де көп сияқты қазір. Менде 3 балам бар, соған өсіріп, соны айтып аққан өте көп отвлекаться етеді. Бір жерде отырып сабақ оқу кішкене қиындау, концентрация ұстау. Оның үстіне, мысалы, біздің кезімізде шектеу көп болғаннан кейін, бізде мотивация көп болған сияқты да. Қазір жаңа сөзіңіз айтып жатсыз ғой, ақпарат та көп, қосалқы құрылғылар да көп, сондықтан бірандай мотивациялар аздау сияқты. Ондай емес пе? Мүмкін. Бұрын ондай нелер жоқ еді ғой, тек қана ойын ойнай алмайсың, сол телефоның жоқ ол кезде. Әлеуметтік желі жоқ. Әлеуметтік желі жоқ, басқа нәрсесін тек қана далада ойнайсың, либо кітап оқисың. Қазір кез келген, көп балдар соткада отырады, телефонда ойын ойнап. Соны бақылап дұрыс направлениеға не істеу керек деп ойлаймын. Балаңыздың үлкені қаншада сіздің? 10-да. Ол қыз? Үлкенім ол, қалған екеуі қыз. IT саласына қызығуш, математикалық қабілеттері қандай сіздің жолыңыздан жүре ме екен? Үлкен балам математикасы мықты, жақсы. Олимпиадалар қатысып тұрады. Өзімде бірінші математика базасын жақсартып, сосын бір 9-10 классқа барғанда тек қана программирование үйрететіндей. Математика негізі деп ойлаймын.
сразу информатикадан не істемей, дайын бастамай сразу бірінші математика базасын құрып, көп оқиды, аптасына бір 2-3 кітап оқып тастайды. Қалай сондай баланы тәрбиелеп отырсыз? Мамасы көп оқиды. Кітап барамыз неге, Марлин бір жерге өзі бір 3-4 кітап алып алады, соның бәрін оқып отырады. Математикасы жақсы, сол үлкен балам математика жақсы, қалған қыздарымда пока қатты не істеп жатқан жоқпын. Бірі 2-ші класс оқиды, үшіншісі 3 жаста. Үлкен баламен көбірек заниматься еттік. Мамаммен жарты жыл ауылда, Таразда тұрады, Таразға жіберетіміз 1,5-2 жастарда. И сояқта көп не істейтін, заниматься ететін. Уже 2 жаста санап, әріптерді білетін, біраз информацияны сол жақтардан үйренді. И кітап алып беріп отырамыз, математика нелерін. Бірақ тоже отвлекаться етеді иногда, балдарды бәрінде бар сияқты. Мысалы, бізде енді соңғы жылдары IT саласы өте қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі ғой. Әсіресе бірнеше жыл бұрын IT-дағы қыздар деген сияқты бағыттар шыға бастады. Жалпы сіз ұл бала ма, қыз бала ма, соған байланысты ма IT-дағы жетістігі, білімі, немесе ол жаңағы жыныс таңдамайтын сала ма? Оған байланысты емес сияқты. Өйткені мен 2004-тен бастап, уже универге түскеннен бастап, тренер болып, бірінші 173-ші школ бар, нәрде, Алматыда, физмат школ, сол жерде тренер болдым. Ол жерде тоже жартысы қыздар болды, жартысы ұлдар болды, бәрі бір жылдың ішінде республиканский олимпиададан өтті. Қазір сол жерде, сол кездегі оқушыларым қазір нелерде жұмыс жасайды. Google, Facebook'та да жұмыс жасайды. Универде де көп қыздар, ұлдар бірге, жаңа командный олимпиада бізде бірге жүреді. Ондай былай бөлуге болмайды сияқты. Бірақ енді стереотип бар ғой қоғамда. Мысалы, жаңағы ұлдардың математикалық ойлау қабілеті жоғары болады, техникаға жақын болады, сондықтан оларға жаңағы IT-да жетістікке жету жеңілдеу сияқты деп айтады да. Сондықтан меніңше бірнеше жыл бұрын қыздар жайлы көбірек айту маңызды болды да, өйткені ол мектеп жасындағы қазіргі жастарға бір белгі болсын. Сендер болашақта жаңағы ол міндетті түрде ұлдардың қызметі емес, сіздер де жаңағы білім ала аласыздар деген сияқты. Өзіңіздің қызыңызды қазір енді 2-ші сыныпта оқып жатқан қызыңызды айтишница ретінде көресіз бе? Пока көрмеймін. Өйткені ол сурет салуға, ән айтуға, больше творческий адам. 3-ші қызым пока непонятно. Олым больше технарь. А бірақ университетте біраз жыл, 16 жылдай сабақ бердім. Контингент қыздар, ұлдар бірдей. То есть андай оқуға келетіндер бірдей. Келгендер бірдей. И бітірген соң бәрі көбісі специальность бойынша жұмыс жасайды. То есть программист, около программист, продуктолог, проджект деген сияқты сондай мамандықта жұмыс жасайды. Ондай қазіргі таңда қатты бөлінбейді сияқты. Енді тағы IT туралы бір сұрақ қояйын. Қазір Астана хаб бар, Астанада өздерін технологиялар паркі деп атайды. Жалпы IT саласында қарқынды дамуына үлес қосамыз, жағдай жасаймыз деп. Осындай бастамалар, мемлекет тарапынан жасалатын бастамалар қаншалықты деңгейде саланың дамуына әсер әкеледі деп ойлайсыз? Немесе сіздер сияқты бөлек-бөлек өздері ізденіп, бірігіп, сосын жетістікке жету жолдарын іздеу керек па? Жоқ, андай жаңа Астана хаб деген, Мост хаб деген бар. Олар көмектеседі. Мост хаб Алматыда, Мост хаб Алматыда, Астана хаб біріншіден жаңағы налоговый льготы дейді ғой. Біз, допустим, OneFit Астана хабтың ішінде. Сонда жеңілдіктер береді компанияларға. Сонда, ол үлкен плюс деп ойлаймын. Яғни мемлекетке салық төлеуде қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған. Жеңілдіктер қарастырылған. Сосын олар жаңағы Астана хаб көптеген мероприятиялар өткізеді. И сосын қазіргі таңда
доход жаңағы компаниялар ішіндегі стартаптардың бірнеше миллиард доллар, қателеспесем сондай деп айтты. И ол жылдан жылға сайын өсіп жатыр. Көптеген стартап конкурстар өткізеді, оларға адамдар қатысады, жаңағы призовой фондтары бар. Потом нетворкинг жасайды, то есть инвесторлармен стартаптарды қосады. Өте үлкен көмек жасап жатыр. Мосхабтың өзінде ішінде бір инвестиция жасайтын несілері бар. Отдельно бөлімшесі деп айтамын. Үлкен көмек стартаптың былай продвижениесіне жасап жатыр деп ойлаймын. Енді сұйықтан атып шыққан стартаптар бар ма? Сіздің өзіңіз вау деп қызығатын. Мен мысалы ол саланы бақыламаймын, бірақ енді Астана Хаб түрлі шара, форумдар өткізіп жатады, шаралар өткізіп жатады. Оны байқаймын да, бірақ қандай бір стартабы бар екен деп ойланамын да, мүмкін сіз білетін шығарсыз. Біз ондай тусовкада қатты не істемейміз. OneFit білмеймін, біз бөлек андай. Бірақ бар, мен білетін 100 грамм деген бар. Мысалы, автобөлшектерін істейтін Жандос деген бала. Ойыма келетінде. Потом атын ұмыттым. Бізде, допустим, офистан жаңа фейспен өткізетін бір программа, оларда стартап. Сіздердің офистарыңызда бар, ол? Кіре берісінде. Біраз жерге қойған. Түріңді кіргенде есіксіз, пикалкасыз ашып, идентификатор жасайды, сізді кіргізеді. Ол да стартап қазақстандық. Ол да қазақстандық стартап, басқа елдерге жасалған. Потом бір стартап бар, умный замок. Стартаптар былай әжіптер көп, в принципе. Тағандай. Бірақ әлі единорог болған стартаптар пока жоқ сияқты. Бізде тек қана Каспий ғой единорог. OneFit единорог емес па? OneFit пока единорог емес, бірақ бұйырса бір 4-5 жылда единорог болу мақсатымыз бар. Единорог болу үшін қандай талаптар бар? Мысалы, мен сұхбаттарды көп көремін ғой, OneFit единорог деп айтады да, мен соған сеніп жүрмін. Жоқ, единорог болу үшін оценка 1 миллиардтан асу керек. 1 миллиард доллардан асу керек. Біздің қазіргі оценка соңғы раундымыз, біз 41,5 миллионмен жаптық. Ендігі жылы уже оценка, келесі раундты уже оценка көбейеді. Оценкаға біраз нәрсе не істейді. Қай жақтан, стартап қай жақтан екен, бірінші, допустим, егер Қазақстаннан болса, либо СНГ-дан болса, дисконт дейді. Стартаптың несін түсіріп тастайды. Пайызы төмен болады. Егер біз, допустим, осы стартаппен, осындай ревенюмен Америка, либо Англияда болған болса, онда уже, наверное, баяғыда единорог болып кетер едік па. Осы келесі раундта уже 100-ден көп оценкамен, скорее всего, привлекать етеміз. Ол оценка деген не ол? Асқар, мен түсініп тұрған жоқпын. Компанияның құны. Қазіргі құны. Сол оценка, мысалы 41,5 миллион доллар болса, соны біз 5%-ын акциясын уже инвестор алады. Сол оценкамен, допустим, 1 миллион құяды, біз уже, соответственно, 1 миллионда қанша процент, 41,5 миллионның қанша процент екен аламыз, сонша процент уже жаңағы инвесторға кетеді. Жалпы, мысалы, сіздер бір инвесторды тартсаңыздар да болады, бірнеше инвесторды тартсаңыздар да болады, немесе Каспий сияқты үлкен нарыққа IPO ма, соған шықсаңыздар да болады, бізге ең басында бір инвестор кірді, late seed раундта. Потом late seed раунд былтыр жасағанда уже екі венчур фонд и біз өзіміздің достарымызды, нелерді бір юрлицо сияқты allocator.com деген бар Америкада. Сол арқылы бір 40 шақты адам кірді. Бір организация сияқты. Получается, 3 инвестор болып отыр екінші раундта. Үшінші раундта тоже қазір Мұрат пен Мейір Малайзия, Сингапурда инвесторлармен сөйлесе бастайды. Сол жерде уже келесі раундқа көбірек инвестор болуы мүмкін.
Енді біз Асқар екеуміз OneFit жайлы сөйлесіп кеттік. Меніңше енді OneFitті бәрі білетін сияқты, өйткені оның жарнамасы, мен жаңа айтып жатырмын, агрессивті деп. Өйткені YouTube-та да, әлеуметтік желіде де жиі шығады, бірақ енді білмей жүрген адамдарға OneFiттің не екендігін айтып кетейік, Асқар. Сіз айтып беріңізші, OneFit деген өзіне. OneFit деген сіз бір абонемент аласыз и кез келген спортпен, жаңағы программаның ішіндегі бар спортпен айналыса аласыз. Ол плавание болуы мүмкін, бокс болуы мүмкін, йога, жаңағы кез келген. Арасында массаж да бар, баня да бар, массаж бар, баня бар арасында. Восстановительный процедура дейді ғой, солар бар. Алматы бойынша, Қазақстан бойынша уже 1000-нан астам зал бар. Кез келгеніне барып, бізде системадағы партнерлармен сол залға барып уже заниматься аласыз. Қазақстан бойынша қанша қалада барсыздар? Қазақстан бойынша 10 қала болдық осы жақында. Ең басында Алматыдан бастадық, потом Астана, біраз уақыт Алматы Астана ғана болды. Потом Шымкент қосылды, Қарағанды, солай қазір 10 қаланы қостық. Ең үлкен көп зал Алматы мен Астанада шығар. Ең көп Алматы мен Астанада. Халқы да, халық бойынша ең көп, жаңа залдардың саны бойынша ең көп. Сонда сол қосымшаны, ол кәдімгі мобильді қосымша ғой, сайттан бөлек, жаңағы өзіңнің телефоныңа жүктеп аласың, және сол жердегі партнер залдардың бәрі шығады, абонемент сатып алсаң болады. Расписаниялар шығады. Оның бәрін жасаған сізсіз, Біздің команда. Мен техникалық жағына жауап берем. Бізде бір 30 шақты адам продуктымен. Ең басында аз болдық, қазір ғой 30-40 адам тек қана продуктымен айналысады. Отдельно мобильный разработчиктер бар, бэкэнд разработчик, фронтенд разработчик дейді, потом продакт, проджекттер бар, дизайнерлар бар. Солар күн сайын біз программа жазамыз. Сонда қанша қолданушыңыз бар? Қанша адам жүктеп алған OneFitті? Қазақстан бойынша 70 000 адамдай, жүктеп алған 2 миллионнан көп. Кімде абонемент бар, где-то 70 000 адамдай. Қазір активный абонементтері бар. Күніне бір 8 000-10 000 нелерге барады, залдарға барады. Айына бір 300 000-дай занятия өтеді бізде. Қанша адам жүктегенін қалайсыздар? Енді сіздер өзіңіз разработчик ретінде мақсатыңыз бар ма? Мысалы, Қазақстанда 20 миллион болдық қой, енді бұйырса, соның 10%-да OneFit жүктелген. Сіздің арманыңыз қандай? Бізде кішкене басқашалар не. Бізде мынандай не бар, цель. Шетелдегі юзерлардың саны 3-5 жылда 1 миллион болу керек. Қазіргі таңда ол бір 75 000 барлық нені алсақ, или бір 75-80 000 адам активный абонементтері бар. Солардың саны 1 миллионға шын жету керек. Және 3 жылда 20 странада ашылу керекпіз. Қазір жақында сентябрьде біз Азербайжанда ашылдық. И декабрьде біз Малайзияда, Куала-Лумпурда ашыламыз. Солай 20 нені қосу мақсат қазір. Өзбекстанда барсыздар? Өзбекстанда бармыз, Қырғызстанда, Қазақстан, Азербайжан и қазір Малайзияда, Куала-Лумпурда. Бізде Мейер Аділжанов жаңа нарықтарға жауап береді. Мұрат екеуі барып ресерч жасайды. Осы жақында күздің басында Индонезияны қарап келді, потом Малайзияны, Таиланд үшінені қарап, сол бірінші Малайзияда не істейік дедік, запускать деп шештік. Өзіміздің критерияларымыз бар, сол критериялармен бірінші Юго-Восточный Азия болды, и соның ішіндегі Малайзия бірінші страна алды. Қандай критериялар? Адам саны көп болу керек па, әлеуметтік жағдайы төлей алатындай болу мүмкін керек па, немесе жаңағы жақсы инвестор климат болу керек па, қандай? Спортпен айналысатын тоже бір статистикалар бар. Потом бізде рассрочка, Каспи қазір, Каспи пайда болғаннан бастап бізде жақсы өсте бастадық. Сондай рассрочкасы бар болу керек. И доходқа да тоже қараймыз.
Сосын бізге кіру оңай ма оңай емес пе. Мысалға Малайзияда ағылшын тілі, ағылшын тілі, малай тілі бар, да малай тіліне тоже аударып жатырмыз, бірақ бізде уже, допустим, ағылшын тілінде программа бар. Сол критериялар бар, сол критерияларға қарап уже сортировать етіп, қай қала келеді, соған бірінші шыға бастаймыз. Сонда мысалы қараңыз, OneFit деген қосымша бар, оны мен телефоныма жүктеймін, сосын Қазақстанның кез келген қалаларындағы бар залдарға іс-сапармен барып жатсам, демалуға барып жатсам, бірақ спорт дүзгім келмесе бара аламын, сіздердің серіктестеріңізге. Шетелге барсам да бара аламын ба? Жоқ, бара алмайсыз. Бара алмаймын ба? Уже ол жерде кішкене бөлек, ана бухгалтериясы бөлек. Сол үшін біз жаңағы шет елдермен былай араластырмаймыз. Қазақстан, бірақ Қазақстан ішінде бүкіл қалаларда бара аласыз. Яғни мен Қырғызстанға да бара алмаймын, Қырғызстанға да бара алмайсыз. Бишкекте алынған абонемент тек қана Бишкекке жарайды. Ол жерде өзінің нюанстары бар. Жаңағы ең бастысы жаңағы бухгалтерия. Жаңағы оплатаны қалай жасайды, Қазақстан жасай ма, жоқ Бишкекте компания жасай ма деген сияқты. Бізде головной компания бар, Делаверде, Америкада. И содан ары қарай Қазақстан компаниясы, дочерний компаниялары уже Өзбекстанда, Қырғызстанда, Азербайжанда. И солардың нелер бухгалтериялары не істемеу үшін біз олай жасамаймыз. Тек қана бір Қазақстанда болсаңдар, Қазақстанда бара беруге болады. И то қазір екі түрлі абонемент бар. Алматы, Астанада алсаң бара беруге болады. Ол абонемент кішкене қымбатырақ тұрады. Бірақ басқа мысалда кейбір қалаларда городской абонемент деген бар. Тек қана сол қаладағы залдарға. Көбінесе бір қалада не істейді ғой адамдар, басқа қалаларға бара бермейді. Олардың бағалары кішкене арзандау. Мысалы, мына қосымшаның құрылымы, структурасы бәрі бірдей ма? Мысалы, сіз Қазақстанға бейімдеп, басында Алматы, Астанаға бейімдеп жасадыңыз, кейін жаңа кеңейді, командаңыз да көбейді. Ал Қырғызстанға, Өзбекстанға, жаңа Азербайжанға деп атсыз, Бакуға дедіңіз ба? Бакуда ғана, Азербайжанда? Пока Бакуда. Соларда сіз жаңағы аласта өзіңіздің қосымшаңызды дублировать етесіз ба? Жоқ, немесе басқаша жасайсыз ба оған? Өзгешеліктері бар ма бағдарламаларында? Өзгешеліктер көп жоқ. В основном қазір біз масштабирование жұмыс жасап жатырмыз. Приложение бір. То есть сіз Бакуда приложение, либо Қазақстанда скачивать етсеңіз, сол бір приложение. Просто адам кіргенде уже ар жағында, бэкэнд жағында разный серверларға қосылады. Бакудың серверлары бөлек, ненің Қазақстандікі бөлек, Малайзиянікі бөлек. Қай жерде серверлеріңіз орналасқан? Серверлар бізде Амазонда, AWS. Қазіргі серверлар дата-центр Франкфуртта. Бірақ әр мемлекетте өзінің тағы серверлар бар. Өйткені заңға қайшылық болмау керек. Біз әр персональный данный дейді ғой. Соны сақтау керекпіз. Персональный данный Қазақстанда сақталады, мысалға Өзбекстанда сақталады, Қырғызстанда сақталады. Бірақ основной серверлар жаңағы AWS-та, Франкфуртта. Қазір келесі дата-центрлар енді Сингапурдағы дата-центрлар, Малайзияға жақынырақ болу үшін. Пока AWS-тамыз. Жалпы енді OneFit Қазақстан нарығы үшін ерекше мысалды, енді маған жеке басым үшін. Біріншіден, мен мысалы OneFit қолданушысы емеспін. Мені қолданушы ретінде айтайын ба не үшін тартпады. YouTube-та болсын, жаңа әлеуметтік желіде шығатын, меніңше бір андай агрессивті жолмен берілген жарнама сияқты болды да. Сен әлі біз сатып алған жоқсың ба деген сияқты бір. Сосын тағы бір айтылған қоғамда сындардың бірі сексистік бағыттағы жаңа жарнамалар, немесе мынандай флеш па не дейді, андай шығады ғой сіздерде мотивация беру үшін сөздер, мысалы сіздің әріптесіңіз Мұрат, сұхбатын қарадым, ол мысалы айтады, мен на грани сақтаймын, бір шектен өтпеуге тырысамын, бірақ көптеген адамдарға сол әдісте, сол былай қарасаң
жарнамалық біз енді бәріміз жасағанда көп деген нәрселерді ойлаймыз ғой. Біреуді ренжітпеуіміз керек, толерантты болуымыз керек, анау болуымыз керек, мынау болуымыз керек деген. А Мұратта ондай болмаған сияқты да, былай істеп көрейін, былай істеп көрейін деген сияқты бір эксперименттік әдіс болған сияқты. Сол үшін мен мысалы мені қолданушы ретінде көп тартпады. Мен ұзақ бойы OneFit-тің жарнамасын көрсем өткізіп жіберуге менде бір деген сияқты сезім туатын да. Бірақ жаңа қоғамдағы IT саласындағы феномен ретінде маған ерекше ұнайды. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Сіздердің жаңа айтасыз ғой, мен ұзақ жылдар бойы бірнеше стартап жасадым, бәрі сәтті болмады. Енді қанша стартап жасадыңыз? 4-5 стартап жасаған шығармын. Енді көп па ол 4-5 стартап? 4-5 стартап көп. Көп бола ма? Бір стартапқа бір 3-4 жыл кетеді. Сонда сіз 4-5 стартап жасап, мынау OneFit жаңағы жерде жетістікке жеткен, әлі де асулары көп стартаптардың бірі. Қалай бағалайсыз? Не үшін сіздер сондай нәтижеге жеттіңіздер? Бір история нелеріңіз бар ма? Сәттіліктің мысалдары ма, не дейді? Вообще қалай құрылғанын айтып берейін. Бірінші, басында бізде 2017 Мұрат, Мейір, сосын Мерей деген партнеріміз бар. Бәріміз Codebusters деген компания құрдық. Аутсорспен заниматься еді. Банктарға программа жаздық, Егов жаздық. Егов жасыңыз? Еговтың бір сервистарын жаздық мысалға. Бірақ ең басынан бастап бір нәрсе жасау керек болды. Бір стартап тек қана аутсорс жасай бергеннен масштабирование жасай алмайсыз ғой. Өте қиын. Потом әр проектпен сөйлесу керек, не істеу керек. И 2018-дің где-то апрелінде бізде үлкен бір проект болу керек болатын. Уже жарты жыл жасап жатқан. Сол проект болмай қалды. И біраз программистеріміз бос болып қалды. Сол кезде қандай не жасаймыз деп, қандай бір проект жасайық деп ойланғанда, Мұрат біраз ресерч жасап, осы OneFit жасайық деді. OneFit жасайық деп, сөйтіп жасай бастадық. Бір айда бірінші версиясын жасап, ең басты бір где-то 30-40 зал қосып, ең басында өте қиын. OneFit дегенде ешкім білмейді. Залға келсең, андай мошенник сияқты болып көрінесің. Сен біздің нелер кіреді, сендерге бір сендерге ақша береміз деп. Бірақ андай оның алдында бір мысалдар болады, Чоколаев па? Ана купон сатып аласың ғой, сол сияқты болды. Сол сияқты қабылдады, бірақ біз кішкене басқашаламыз. Ол жерде компания өзінің скидкасын жасса, олар ақша берсе Чоколаевқа. Біз наоборот, біз береміз әр посещениеға, компанияға, залға өзінің бос слоттары болса, сол жерге адамдар келеді біздің, и оларға дополнительно ақша төлейміз. Ол дополнительный заработок оларға. Соны түсіндірдік. Сөйтіп адамдар қосылды. Бірінші залдарды қостық. Өзіміз бара бастадық. Бізде офис бойынша бір андай правилалары болды. Аптасына 1-2 рет барып келу керек. Мұрат екеуміз біраз нәрсеге бардық. Танцыға барған кездер болды. Қызық. Сосын КБТУ-ның бір 90-100 студенттің бесплатный абонемент бердік. Залдар біле бастау керек. И ары қарай жайлап қосыла бастау керек деген сияқты. Басында сосын UX интервью дейді, жаңа Мейір бір сұрақтар дайындады. Далада жүріп не сұрадық. Қандай мынандай программаны болса қолданасыңдар ма, қолданбайсыңдар ма, сондай ресерч жаздық басында. Бір айда программа жаздық, сосын тестировать бастадық. Әжептәуір адамдар уже сатып ала бастады. Июльдан бастап. Біз майда бастадық жазуды, июльда бірінші продажа болды. И уже жақсы сатыла бастады. Сосын жаңағы Codebusters-пен бөлек бірге бірінші ресурстарды бәрі бірге еді. Соны кей кезде тек қана бос кезде OneFit жасап жүргенбіз. Енді бөлек команда қылып шығарайын дедік. 6 адамды бөлек шығарып, Мұрат Codebusters-тан кетеді. Біз пока бәрі Мұрат, сосын Темірлан деген бала бар, ол кезде бір партнеріміз. Бөлек команда болып, Абзал тоже қазір продуктқа жауап беретін партнеріміз. Солар бөлек екінші этап біздегі өзі коттеджде отырамыз. Екінші этажда бөлек бір комнатаға не істеп, сол жерде бөлдіңіздер. Бөлдік. Ноябрьдің бір 2018 ноябрь деді.
2019-да мен полностью көшем OneFitке. Ол кезде Codebusters-ты Мейір басқарады, генеральный директор. И Codebusters полностью тауып алған ақшасын бәрін неге OneFitке құямыз. Ол кезде OneFit зарабатывать етпейді, ақша ол кезде таппайды. Бүкіл ақша жаңағы көп ақша келмейді, бірақ сол ақшаның бәрі кетіп қалып жатады. И сол кезде жаңағы реклама деп жатсыз ғой. Ол кезде рекламаға ақша жоқ. Ол қазір ғой, ақша бар, реклама жасай аламыз. И қазіргі реклама мен бұрынғы рекламалар жаңағы жер мен көктей. Жер мен көктей. Сол кезде Мұрат не істейді? Отырады, мына жерге адам не істеу керек дейді. Адам алып келу керек біздің приложенияға. Кішкене зарабатывать ету керекпіз дейді. И сондай нелер пуштар жібереді. Либо жаңағыдай кішкене провокаторский посттар жасайды. Адамдар обсуждать ете бастайды, көп адам скачивать ете бастайды не екенін. Ол кезде сондай методпен жаңағы пользовательдарды тартты. Ақша жоқ, сол үшін андай басқа методтармен тарту керек болды. 2019-да мен полностью не істеймін. OneFitқа көшем, Codebusters-ға уже тек қана Мейір мен Мерей жауап береді. 2020-да ковид кезінде біраз қиын болады. 6-7 ай біз үйде отырамыз, залдардың бәрі жабық. Дополнительно бір нәрсе жасап көрейін дейміз, андай онлайн тренер деген сияқты, бірақ олар бәрі жүрмейді. И заранее абонементтер сата бастаймыз. Мартта біз пандемия біткенде уже абонементтермен қолданасыңдар деп уже айлық төлеу керек, не істеу керек, сол мартта уже сатып, августта біткенде уже алды ма адамдар? Адамдар алды, біз өте арзан сатқан кездер болды, 40-50 мыңнан сатқан кездер болды, годовой абонементтерді. Сол қиын жағдайлар болды сол кезде, бірақ пандемия біткеннен кейін уже адамдар спортпен айналыса бастаған, көбірек адамдар спортпен айналыса бастаған сияқты ала бастады уже. 2021-де сильный рост, жақсы рост пайда бола бастады. Уже адамдардың саны көбейе бастады. Потом офис бірінші Lotus деген жерде отыратынбыз. 2 кабинет бөлек-бөлек, кішкентай. Потом бір коворкингке ауыстық, сейл коворкингке. Потом уже Хасимағаннан кейін жаңағы қазіргі офисті снимать еттік, 1000 квадрат қазір. И адамдар саны тоже көбейіп жатыр. 2021-де уже Codebusters жабамыз деп шештік, жаптық. Мейір мен Мерей бізге көшті. Енді не үшін жаңағы выстрелил дейді ол. Басында біз стартап Мейірмен в основном жаңағы Мейірмен және басқа достармен жасайтынбыз. Ол кезде бәрі технарлар. Сататын адам жоқ. Білмейді қалай сататын, допустим. Потом финансовый модельдар строить ететін адам жоқ. Мына жерде біз 2017-те не істесек те бәрібір бірге жұмыс жасайық дедік. Жаңағы дос балармен Мұратпен, Мейір, Абзал бар, Мерей бар. Әр адам өзінің нәрселерін жасайды. Мысалға Мұрат жаңағы стратег, инвесторлармен сөйлеседі, потом финансовый модельдер жасайды. Арасында push-уведомление жер қояды десең. Push-уведомление, бүкіл маркетингті бір жасаған басында. Сол біз Мейірмен программаны жазамыз. Абзал, мен Мейір программаны жазамыз. Мерей операционный нәрселер жасайды. Сосын жайлап Мейірді бөлдік, операционный директор қылып, уже фронт-энд разработчиктан уже бөлек операционный нәрселер жасай бастады. Қазір ол жаңа нарықты қосатын жаңа бөлінені басқарады. Біз Абзал екеуміз қазір продукттамыз. Продукт жағын жаңа қандай функционал болу керек, сондайлардың бәрін Абзал басқарады. Техникалық жаңағы программисттерге мен қараймын. Мерей тоже операционный нәрселерді Мерей жасайды. Қазір Мұрат тоже Мейір екеуі ресерч жасайды, жаңағы нарыққа бірінші кіреді, барып келеді, ресерч 2-3 ай сояққа болып зерттейді. Және инвесторлармен қазір Мұрат не істейді? Келіссөз жүргізеді. Әр ай сайын апдейт жасап тұрады, біз қалай өсіп жатырмыз,
қандай нелер, қандай рекордтар несе қойдық деген сияқты осы айда. Сондай статистикаларын ай сайын апдейт жасап отырады. И инвесторлармен сөйлесіп отыратын бізде мұрат. Әр қайсымыз өзіміздің неле салада жұмыс істейміз, и бір-бірімізге араласпаймыз. Оның решениесі, значит, ол көбірек біледі, значит, ол өзінің несі деген сияқты. Сонда сіздердің араларыңызда сенім жақсы мықты болып тұр ғой, Сенім, қазір өте мықты деп ойлаймын. Өйткені осы 5-6 жылда жайлап мынандай көтерілдік деп ойлаймын, как фаундер және қарым-қатынасымыз, достығымыз кеңейді деп ойлаймын. Негізі енді сіз айтып жатсыз ғой, біз әркім өз саласына жауап береді, жаңағы бір-бірімізге сенеміз, егер ол былай дұрыс деп айтса, онда жаңағы солай дұрыс екендігіне енді иланамыз деп. Ал мысалы сіз IT саласы өзіңіздің салаңызды білесіз, бірақ сонда да қазір 40 адам дедіңіз бе командаңызда, қанша? 30-дан көп адам жұмыс істейді. Маман болу бір бөлекте, басшы болу бір бөлек. Қалай сіз өзіңізде тренингке барасыз ба? Қалай адамдарды басқарамын? Эмоционалды күйі бола ма, болмай ма? Атмосфераны қалай сақтаймын деген сияқты сұрақтар бола ма сізде? Мен тәжірибемен келетін сияқты, онда тренингтерге баруды ұнатпаймын, бармағам. Әріптестеріңіз де бармайды? Өзге кофаундерларыңыз да ондай тренингтерден өтпейді? Жоқ, ондай тренингтерге бармаймыз. Барған емеспіз. Бізде, мысалға, біз білмейтін нәрселер де бар ғой. Мысалға, бізде қазір маркетинг бойынша директор бар, бізден жақсы біледі. Потом Центральный Азияны басқаратын бөлек адам. Біз Мұрат бүкіл холдингтің несі болса, CEO-сі болса, Центральный Азияға жауап беретін бөлек адам бар. Ол тоже бізден опытный управленец. Сол кісі басқарады. Басында бізде кішкентай болды, допустим, 5-6 адам болдық управление. Потом жайлап өз келеді сияқты, біз 15 адам болдық. 15 адамда уже бір инструменттер енгізе бастадық. Потом 20 адам болдық. Уже управление бойынша бірнеше кітаптар оқып тастадық. Бірақ кітап оқисыз, тренингке бармайсыз, бірақ кітап оқисыз. Кітаптар оқимыз. Потом жаңағы KPI, OKR деген нәрселер бар, соны енгізе бастадық уже. Басқа компаниялардың тәжірибелерін алып. Сол, кстати, OKR бойынша біз тренинг жүргізетін бір адам шақырдық. OKR-ды бір рет енгізіп көрдік өзіміз, сосын екінші рет енгіздік. Ол не OKR деген мен білмейді екенмін. Цель Objective and Key Result дейді. Бір цельдар қоясыз. И KPI-ға байланысты емес, бір четкий бір нелер қоясыз, глобальный цельдар. И соны достигать ету үшін бір key resulттар қоясыз. Ол ни к чему не привязан. KPI мысалға маңызды нәтижеге жеткізетін. И концентрация жасайтындай. То есть бір кварталға мысалға 2-3 нәрсе аламыз, 2-3 нәрсенен басқа ештеңке жасамаймыз. И әр отдел уже кімде OKR, солар уже жаңағы компанияның OKR-ына қарайды да, өздерінің отделінің OKR-ын жасайды. Біз мынау показательді үлкейту үшін біз не істеу керекпіз как отдел. Олар уже сол нелерді жазады. Біз мынандай OKR-ды достигать ету керекпіз деген сияқты. Сол бірінші, екінші рет онша болмады. Шақырдыңыздар тренерді. Тренинг сол кезде шақырып, бүкіл тимлидтарды сояққа жинап, 2 күн тренинг өтті. Содан кейін жақсы болғасы. Бізде OKR-ға жауап беретін Қайрат Айтбаев деген бала бар. Дата команданың бастығы и жаңағы OKR-ға жауап береді. Сол қазір более-менее жақсы жасап жатыр. Сол управление бойынша тәжірибемен келетін сияқты, бір постоянно жақсы управлять деп айта алмаймын. Бірақ бір қатеміз болса, соны оқып, қалай дұрыс жасау керек болатын сияқты. Потом процесстің нәрселер жасай бастадық. Бұрын мысалға бір задачалар болса, оны шерде не істемей, просто сөзбен мынаны былай жасау керек деген сияқты. Таңертең айтып, кешке уже выпуск продакшнға жіберіп деген сияқты. Қазір бүкіл не бэклог создавать етіледі, потом процесс, потом ол жаңағы задачаға айналады. Project менеджер оның задачаның бәрін сипаттайды. Жаңағы корнер кейстарын бәрін не істеп, уже программисттерге четкий не келеді.
задача келеді. Задача уже тимлидтар уже бөледі өздерінің ішінде. Мынандай мына задача мынау жасайды, мына задача мынау жасайды деген сияқты. Сол процесстер в основном управлять еткенге қазір көмектеседі. Потом тимлидтарым мықты, өзімнің студенттерім, бұрынғы қазір жуниор болып келген, қазір тимлидтардың бәрі сол жуниордан бастап қазір потом middle, senior тимлид дәрежеге жеткен балдар, мықты. Солардың көмегі қатты еді. Управление өздерінің кішкентай командаларын өздері управлять етеді. Қанша тимлид бар сонда? Отдельно бэкэндтің тимлиді бар, мобилкада 2 тимлид бар, Android, iOS, потом фронтендтің тимлиді бар, и project отдельно. И дизайнердің тимлиді бар, дизайнер команданың тимлиді бар. Мен енді сізді тыңдап отырсам, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, ешқандай тренингке бармадым. Бірақ сізде былай қарасам, құрылым жақсы дамыған сияқты, бір процесстерді жетіспейді дейсіздерді енгізесіздер, бір нәрсені көресіздер, сразу бірден жасай саласыздар. Меніңше тағы сіздердің сол бір жетістікке жетудің, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, әркім өз ісіне араласады, сенім бар, және проблема жасамау сияқты. Кез келген нәрседен, мысалы, вау деп қиын мынау не істейміз демейсіздер де, давай жасап көреміз дейсіздер де жасай саласыздар. Сондай сияқтысыздар. Андай қызық кездер болды. Ол кезде кішкентай команда болғанда Мұрат бір идея келеді, идейный адам ғой. Мұрат бір идея келеді, таңертең сол идеяны айтады, и кешке біз продакшнға шығарамыз. Көп сондай болды. Мынандай жасап көрейік дейді, андай жасап көрейік дейді. Мынандай бір сервис таптым, давай кешке шейін мен сосын пуш жібереді деген сияқты. Бюрократия андай ештеңке жоқ. Кез келген адам өзінің несін, идеясын айта алады, өзінің идеясын воплощать ете алады деген сияқты. Бюрократия ондай не істемейміз. И agile, то есть бір задача болса, оны кішкентай шагтармен жасап неге нарыққа шығарамыз. Сосын data driven дейді. Бүкіл нәрсені бірінші данный арқылы жаңағы бір гипотеза болса, біреу мысалға бір басқа отделдан келіп, мынандай күшті болады, мынандай бір 2-3 адам комментарияда жазды, мынандай болса жақсы болады деген сияқты. Бірақ оны данный арқылы не істеп, аппрув жасап, сосын бірақ шығарамыз. Сосын қазіргі былтырдан бастап бір функционал жазсақ, оны барлығына емес, бір отдельно бір группа жинаймыз, бір 10 000 адам мысалға. Сол приложенияның ішінде өзі. Соларға көрсетеміз. И солар арқылы уже байқаймыз. Осы функционал керек па адамдарға, керек жоқ па? Осы конверсияны көтерді ма, көтерген жоқ па? Сосын функционалды қалдырамыз ба, қалдырмаймыз ба, сондай данный арқылы уже жасай бастаймыз. Өте күшті. Жалпы енді, мысалы, сіздер нарықта жүргендеріңізге 5 жыл болды. 5 жыл болды. Мен бәлкім қателесуім мүмкін. Сіздер әлі күнге дейін өздеріңізді стартап деп айтасыздар, иә? Менің басымда, оны қайдан алғанын білмеймін, бірақ стартап 3 жыл болу керек сияқты да, 3 жылдан кейін сен стартап емес сияқтысың. Жалпы стартапқа қойылатын қандай да бір талаптар бар ма? Қанша жылдан кейін сіздер стартап болмайсыздар, мысалы? О жағын білмеймін. Бір единорог болған екен ме білмеймін точно. Бірақ біз стартап сияқты жаңағы раундтар привлекать етеміз. Адам саны постоянно жаңағы функционал адам саны үлкейіп жатыр. Потом біз масштабирование жасап жатырмыз. То есть біз қазір 4 мемлекетте болсақ, стартап 4 мемлекет. Егер стартап деген сөз, ол бір нәрсені масштабировать ету. Жаңағы бүкіл әлемге. Егер бүкіл әлемде масштабировать етіп, нестеге бүкіл мемлекетте болсақ, сол кезде уже стартап емес, отдельно үлкен компания болады шығармыз. А так пока өзімізді әлі толықтай не істеген жоқпыз, дамытқан жоқпыз, масштабирование шығып жатырмыз. Пландар бар, масштаб бойынша, сосын инвестиция бойынша тоже пландар бар. И сол масштаб біткенше, наверное, стартап боламыз деп ойлаймын. Мысалы, сіз масштаб деп жатсыз ғой, Мұрат, мысалы, сұхбаттарының көбінде, енді ол кісінің сұхбаттарын мен
көп көрдім, көп береді екен. Бір жылдары Америкаға шығамыз деген сияқты үлкен мақсат қой. Ол сіз айтпадыңыз, ол мақсат жоқ қой демек қазір? Ол мақсат қазір мынандай жасады. Біз Лондонға шығып көрдік осы жылдың басында. Былтыр күзде бүкіл Европаны зерттеді. Мейір, Мұрат, Абзал үшеуі. Сосын Лондонды зерттеді барып. Сосын Лондонға шығамыз деп ойладық. Жаңағы бүкіл параметр бойынша более-менее жақсы келген. Не үшін ол жаққа шығамыз деп ойладық? Өйткені жаңағы стартаптардың оценкасы дейді ғой. Егер сіз СНГ-да болсаңыз, онда сіздің дисконт азға оценка береді. Егер сіз бір какой-то трекшн көрсетсеңіз, жаңағы Англияда, Америкада, онда сізге уже стартаптың несі қатты өседі. Ол 2021-ге шейін солай болған. Ол кезде венчурный фондтар жаңағы прибыльға онша қарамайды, жаңағы зарабатывать етіп жатыр ма, жоқ па, идея ғана ақша береді. И бірақ жаңағы пандемиядан кейін, неден кейін оның бәрі осы былтырдан бастап өзгере бастады. И біз Лондонға шығып қарадық. Ол жерде уже кішкене бизнес модель басқа бола бастады. Сосын біздің стартап OneFit емес, ол жерде OneFit деген уже атау бар екен да, бір компания фитнеспен связан, не связан, білмеймін точно. И сол жерде Healthy деген атпен шықтық. 2-3 ай жұмыс жасап көрдік. Кішкене бизнес модель басқашалау болды. То есть подпискамен алатындай. Бірақ ол же стартаптың ішінде бөлек стартап сияқты бола бастады да. Сөйтіп майда Мұрат пен Мейір Қазақстанға келеді. Страт сессияны өткіземіз. Топ менеджмент страт сессияны өткізгенде стратегия жасау керек болады. И как будто бы 2 стратегия бола бастады. И біз әрі қарай Лондонда жасай берсек, үлкен риск болды. Біз бүкіл жаңағы ақшаны тек қана Лондонға құртамыз. 1,5-1 миллионнан көп ақшаны. И ең соңында болмай қалса, уже басқа жаққа уже шығуға ақша болмай қалады деген сияқты. Сол үшін бір стратегия, тек қана масштабированияға бір стратегия жасап, Лондонды жабамыз. Сол майда Лондонды жауып, сол ақшаға оданша бір 4-5 мемлекетті жасап көрейін дейміз. Осы Қазақстанға ұқсайтын мемлекеттердің несін қатарын тізімін алып. Сол үшін қазір пока Англия мен Америка пока заморозкада. Бірақ кейін может шығамыз деп ойлаймын. Күшті мақсаттар. Егер енді OneFit Қазақстандағысына оралатын болсақ, мен өзімнің Instagram желісінде достарымнан сұрадым да, сіздер OneFit қолданасыздар ма, қандай артықшылығы бар, кемшілігі бар деп. Сол кезде көбісі қолданатын болып шықты, мен таңғалдым. Және енді ыңғайлы деп айтқандары да болды. Көп айтылған сын, мысалы жаңа айтсыз, қосалқы қызметтер, монша, жаңағы массаж, қызмет көрсету сапасы нашарлау деген сияқты айтылғандар да болды. Ал жалпы жаңағы әр жерде, мысалы бір күні жұмыстың жанындағы фитнесқа барамын, залға барамын, бір күні үйдің қасындағы залға барамын, немесе бала бақшадан балам тренировка кезінде мен де өзім соның жанындағы тренировкаға барамын, сондықтан маған ыңғайлы деп айтқан адамдар да болды. Сосын, мысалы, менің құрбым қазір скандинавская ходьбамен айналысып жүр. Айына 35 мың теңге төлейді тренерге. Сосын айтты маған, келіп жүрмін, бірнеше қыздар келеді. Сөйтсем, олар OneFit арқылы жылдық абонемент алған. Және егер бөлетін болсақ, оларда мен ұтыламын да, олар ұтады дейді. Себебі олар бір жылдық абонементті бірнеше мыңға алған. Мен 6 айда төлейтін ақшамды олар бір жылға төлеп тастаған дейді. Сонда не пайда дейді, анау залдарға, немесе сол скандинавский ходьбамен айналысатын тренерге дейді. Сонда қалай сіздер пайдасын түсіндіресіздер? Тренер, егер, допустим, OneFitпен келмесе, мысалға OneFitсіз бір-екі адам келуі мүмкін. OneFitпен ол скандинавский ходьба білмейтін адамдар
көреді приложениеда, мына скандинавский ходьба бар екен ғой, барып көрейін деп. Ол 2 адам орнына бір 10-15 адам барады деген сияқты. И уже оған дополнительно заработок. Әр адамға біз ақша төлейміз. Тіпті бір-ақ рет келіп кетсе де ол плюста болады. Ол плюста. Мысалға бізде жаңағы тауға шығатын группалар бар, бөлек сол жаққа барып, OneFitпен өзінің QR кодын сканерлеп етеді, и тауға шығады жаңағы немен, гидпен. Залдарға плюсы біріншіден бос уақыттары көп залда. Сосын, допустим, тренажерный зал болса, оның жаңағы вместительності, сыйымдылығы 10 адам баратын болса, ол жерге, допустим, 50 адам сия алады. И соның нелерін толтырады, OneFitпен толтыра алады. Бірақ кейбір залдар бар, олар еще, допустим, маркетингқа не істемейді, ақшасын құртпайды деген сияқты. Кейбір залдар бар, полностью 100% OneFit не істейтін. Бүкіл пользовательдер OneFit. Сондай залдар бар бізде қазір уже. Маркетингке не істемейді, ақша құртпайды, мысалға. Адам іздемейді. Реклама бермейді, адам іздемейді, жаңағы звондап отыратын сейлстарды мысалға. Тек қана OneFit'та уже рейтингісі жақсы, көріп, сол же адамдарға сервис көрсетіп, OneFit'тағы адамдар уже бара бастайды. Ал сіздерге қандай пайда? Мысалы, мен ойлаймын да, тіпті адамдар бір жылдық абонемент алады. Мен енді өзім бір жылдық абонемент алған адамын, сол абонементпен 10 рет барғамда салға. OneFit емес, басқа. Бірақ сол сияқты адамдар бар ғой, бір жылға алып алады да, менде мысалы бір комментарий болды досымнан. Бұл супер дисциплинасы мықты адамдарға арналған қызмет, себебі мен алдым, бірақ 1-2 рет ақ бардым, ары қарай бармадым. Сонда сіздердің мен түсінгенім бойынша қателесуім мүмкін, бармаған ақша сіздерде қалады, абонементті бізден алады. Біз әр барған сайын уже залға төлейміз. Кейбір адамдар бізге тиімсіз. Мысалға, допустим, күніге баратын адамдар бар, 365 рет, жылына 365 рет баратын. Бар ма ондай адамдар? Ондай бар, айына 100 рет баратын адамдар бар. Совокупно, бірақ общий былай санасақ, бізде бизнес-модель сондай, жаңағы ақша қалып отырады. То есть бармаған адамдар бар. Бірақ адамдар барғаны бізге тиімді. Бармағаннан көрі. Бармағаннан көрі. Барып тұрса, онда олар большой вероятностьпен келесі рет уже сатып алады. Бармайтын адамдар уже, допустим, бір ай барды, бірақ сосын 11 ай бармаса, ол келесі рет, мен 10 рет бардым деген сияқты, келесі рет алмайды деген сияқты. Сол үшін біз әр қашан пуштар жіберіп отырамыз, сен келесі аптаға расписание құр, мынандай жерге сен досың барып келсең де бар деген сияқты. Сондай нелер жасап отырамыз. Яғни ұзақ мерзімді перспективада сіздерге бармаған адамнан көрі спортпен жиі айналысатын, баратын адамдар тиімдірек. Тиімдірек. Мен енді OneFit'ті жүктеп көрем бүгін. Негізі Duolingo деген қосымша бар ғой, ағылшын немесе басқа тілдерді үйренетін. Сол мысалы пуш уведомление келе береді, сен бүгін кірмедің, сенің досың 50 жаңа сөз үйреніп қойды, немесе жаңа деңгейге жетті. Сонда мен түсінгенім бойынша OneFit'та сондай бір қызмет атқарады ғой, үнемі сені. Бізде Duolingo сияқты енді көп жібермейміз. Бірақ енді қазір не қосып отырмыз? Басқа адамдарға, достарыңа подписка жасауға болады. Қашан қай жерге баратын. Family доступ сияқты ма? Family доступ емес, просто пока информация ретінде. Сенің досың мына жаққа барды. Либо мынау боксқа сенің 3-4 досың жазылып қойыпты, сен де жазыл деген сияқты. Бір идея келді, Асқар, бәлкім сізде ол идея болмаған шығар, мүмкін енгізесіз деп па, мысалы Duolingo'да Family жарнаманы алып тастайтын және бүкіл отбасыңа сондай мүмкіндік беретін мүмкіндік бар да. Мысалы сіздерде отбасың мүшелерін жазуға мүмкіндік берсеңіздер де болады ғой, семейный доступ сияқты. Бізде біз ондай нелер жасағанбыз. Болмады ма? Жаңағы 14 февральға 2 абонемент сыра сатып ал деген сияқты. Ондай акциялар болып тұрады кей кезде. Бірақ бізде 18-ден 16-тан үлкендерге 2 адамдарға саттық. Так Family доступ деген ондай пока жоқ. Асқар, біз талқыламаған, бірақ сіздің айтып кеткіңіз келетін мәселелер бар ма қазір? Білмеймін, универ жайлы сөйлесуге болады. Сіз универ жайлы дегенде есіме түсіп жатыр да. Менің досым бар, 45-те.
ұзақ бойы басқа салада қызмет етті де пандемия кезінде IT саласына ден қойды. Яғни оқи бастады және қазір белді банктердің, енді Қазақстандағы банктердің бірінде қызмет атқарады, бірнеше жыл болды. Яғни ол университет бітірмеді, қандай да бір 6 айлық па қателеспесем, күнде кешке барып оқып жүрді. Сол сияқты IT саласына студент кезінен қызықпаған, бірақ өмірінің бір мезетінде табысы көп деп па, немесе ойындағы бір нәрсені жүзеге асырғысы келіп па, осы салаға ден қоятын адамдардың мүмкіндігі бар ма IT саласын игеріп, сіз сияқты стартап жасап жетістікке жетуге? Мүмкіндіктер бар. Мысалға тек қана программистер емес қой IT. Ол жерде басқа нелер. IT-дің өзі мамандықтары көп та. Ішінде мысалға quality assurance QA, тестировщик. Тестировщик тоже тестировщиктің ішінде көптеген нәрселер бар. Жаңа автоматизациясы бар, ручной тестирование бар. Соларды үйрететін жаңағы 6 айлық нелер бар, курстар бар. Оларды өтіп, қатты программирование білмесе де IT саласына кіретін мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сосын no-код деген нәрсе бар. Сіз код жазбай, конструктор нелерді үйренсеңіз, жаңағы мобильный приложение жасайтын нелер бар, no-код инструменттер, потом сайт жасайтын инструменттер бар. Тоже где-то 6 айдың ішінде үйреніп, басқа біреулерге нелер жасай бастау болады, приложениялар. Енді қатты андай үлкен объемный приложениялар қиындау жасау, конечно. Бірақ сол салаға кіру үшін содан бастап кіруге болады. Product manager деген тоже үлкен мамандардың бірі. Солар тоже ең басында бір 6 ай үйреніп, junior product болып, немесе junior project болып, IT саласына кіруге болады. Бірақ енді программирование үйренем десе, 6 ай жетеді, с нуля 6 ай кішкене азырақ болады деп ойлаймын. Яғни университеттегі білімнің бәрі де маңызы зор ғой, университетте ең маңыздысы фундаментальный білім. Сол жағын мен әрқашан айтам. Жаңағы математика, алгоритм структуры данных, технологиялар емес, именно фундамент. Соны қалыптастыратын университет. Және университетте жаңағы окружение дейді ғой, сол өте көмек беретін. Сосын бірге жұмыс жасайтын, соларға қарап өсетін адамдардың жаңағы университеттерге айналаңда жүрген адамдар. Технологияларды, егер сен программирование білсең, технологияларды үйрену көп уақыт алмайды. Бір 2-3 айдың ішінде бір какой-то технологияны жақсы меңгеріп шығуға болады. Егер фундаментің болса. Сөйтіп ойлаймын. Мысалы, сіз КБТУ-да профессорсыз, жаңа айтып жатсыз ғой, мен жаңадан OneFit тесттен өткізу үшін 100 студентке тегін жаңағы абонемент бердік. Одан қалса, сіздің командаңызда істейтіндердің де көбісі, енді басым бөлігі, тіпті бәрі болуы мүмкін. Бәрі емес, бірақ көбісі КБТУ студенттері. Неге сіз тек қана КБТУ студенттеріне ден қоясыз? Тек қана емес, енді көбіне ден қоясыз, себебі олардағы өзіңіз тығыз жұмыс істегеннен кейін ба, немесе сол жақтағы білім күштірек деп ойлағаннан кейін ба? Жоқ, күштірек болғанда мынандай, басында бізде жаңағы аутсорс компания болды, потом OneFit, ақша пока ақша жоқ кездерде студенттер бізге арзан болды, жаңағы жалақысы арзан. Потом мен өзім оқытқаннан кейін студенттерге жаңағы привязанность дейді, ол жақсы білетін студенттерді мен білем, соларды OneFit-қа шақырдым. Олар жаңағы аз зарплата болса да менде жұмыс жасады. Басқа жаққа кетіп қалатында жағдайлары в принципе болды, бірақ маған не істеп бірге жұмыс жасадық, сөйтіп бірге көтерілдік. Басқа университеттерінде тоже бар, МУИТ-тан бар, бізде СДУ-дан бар студенттер. Студенттер емес, уже получается соны бітіргендер. Былай нарықтағы жаңағы компаниялар университеттерге сабақ берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жаңағы IT рекрутмент дейді ғой, жаңағы IT специалист табу қиын деп айтады. Солармен жаңағы сөйлескенде универге барып сабақ беріңдер деймін да. Сендер біріншіден өздерінің білімдерін білесіңдер, продакшнда болып жатқан нәрседен үйретесіңдер. Екіншіден өз қолданып жатқан нәрсені үйреткеннен кейін жаңағы 100 адам ішінен
10 адамды таңдап аласыздар уже. Таңдап, шертіп алып, өздерінің компанияға мысалға стажировка алып кетсе, уже 10-ның ішінен бір 3-еуі қалып жұмыс жасайтындай. Солай кадрларды өздеріне не істеуге тартуға болады. Бұны қатты байқаған, қазір бізде нарық пен компаниялармен университеттер қатты не істемейді ғой. Тығыз байланысты емес. Основной университеттер, конечно, бөлек. Жаңа индустриальный комитет деген бар, мысалы, КБТУ-да әр компаниялардан шақырып, солармен жаңағы силабус бәрін бірге құрамыз. Бірақ көп университетте ондай жоқ, мен білуімше. И жаңағы ресерчпен айналысатын тоже тек қана университет бөлек өздері жасайды. Компаниялар өздерінің ішінде бір нәрселер жасайды, бірақ тығыз байланыс ондай қатты жоқ. Жаңа Кореяда оққанда сондай жақсы көрдім, андай нені. Hyundai Motors компания мысалға, бір примердің бірі. Лабораторияның өзіне $1 миллион береді. И сондай лаборатория 20 лабораторияға ақша береді. 20 университетке ақша береді. И точечно береді. Әр университетте мысалы компьютер vision лабораториясы бар. Соған бір задание береді, и бәріне сол бір заданиені беріп шығады. Бәрі стипендия, жақсы жаңағы жететінде, PhD, мен сол жақта 6 айдай оқыдым. Сол компьютер vision лабта. Бүкіл обеспечениен сол лаборатория жасайды. Университет емес. Университетке келмейді ақша, бюрократия жоқ. Профессорға келеді ақша. Профессор уже бөледі ақшаны. Ештеңкені уайымдамайсың, жаңағы жататының үйің бар, тамағың, талондар беріп қояды. Тек қана ресерч жасайсың, жаңағы компанияның ресерчін. И апта сайын жаңағы 20 университеттер воркшоп жасайды. Бір-бірімен бөліседі. Солай қатты дамай бастайды, жаңағы бір теманы алады, біз мысалы pedestrian detection деген пешеход, определение пешехода, бір задача, жаңағы Hyundai Motors 11-ші жылы. Ол кезде, кажется, жоқ ондай. Бөлек машина береді. Біз жаңағы Сеул бойынша данылар жинап. И солай тек қана біздің лаборатория емес, жаңағы бүкіл лабораторияларға ақша бөлінген лаборатория жиналады, талқылайды. Соны бір жылдың ішінде әжептәуір результат көрсетеді. И ол тек қана бір примерді, Hyundai'дың бір кішкентай задачасына направление ақша бөлінген. А ондай Hyundai'дың өзі бір 5-10 задача алады, әрқайсына спонсировать етеді. И тек қана Hyundai емес, басқа компаниялар сөйтіп спонсировать етеді университеттерді. Бізде ондай пока жоқ кішкене. Соның бастамасы ретінде, наверное, бірінші мысалға технический директорлар, тимлидтар сабақ берсе, өздерінің білген нәрселерін істеп. Потом бір задачалар болса, уже жаңағы research командаларға беріп университеттерге. Сол кезде уже дами бастайды деп ойлаймын. Сосын білімді жаңағы университеттер, студенттер егер тоже бір стипендия беріп, уже дальше төмен түсек, оқушылар, допустим. КБТУ-ның нелері, студенттері, мықты студенттерін мысалға бір райондардың нелерін жинап, школьниктарын жинап, оқушыларын солай сабақ беруге болады. Сондай бір идеялар бар. Біз біраз өзіміз жасап көрейін дегенбіз. Сол андай волонтерский сияқты. Біз 2004-те мен 173-те бердім, потом Алматының бүкіл нелерін жинап, Олимпиадный центр аштық 2012-де. Бүкіл Алматыдан жаңағы оқушылар келіп, КБТУ-да сабақ алатын. Сол жерге студенттерді уже начальная, средняя и старшая группа деп бөліп, сөйтіп оқытатынбыз. Сол тек қана бір университет емес, барлық университеттер сөйтіп жасаса, онда уже жайлап білім көтеріледі деп ойлаймын. Бірақ оны жаңағы қолдайтындай жаңағы компаниялар болу керек. Сондай. Университетте тоже интерес болу керек. Біз қолдайтындай да соны. Бірақ енді IT саласын бітіретіндер жыл сайын артып келе жатыр ма қатары? Артып келе жатыр, бірақ бәрібір жеткіліксіз. IT саласында жақсы мамандар аз деп айтады әлі де. Қазір даже мемлекет техорда деген жасап қойды ғой. Нелерге ақша береді. Учебный центрларға бір оқушыға оқыту үшін там 600 мың ба сондай ақша береді. Жылына? 4-5 айға, по-моему, 4-5 айға береді. И сол арқылы олар университет қана выпуск жасамай, басқа учебный центрдар выпуск жасайды. Но соның өзінде пока жетіспейді дейді IT мамандар.
Енді жалпы мынау пандемия кезінде де әлемдегі түрлі жағдайлар кезінде де мысалы мынандай қаншақты шын екенін білмеймін, мынандай ой айтылатын да, тіпті ең нашар программист те, ең нашар айтишник те жұмыссыз қалмайды деген сияқты бір ұстаным да бар да. Сондықтан көбісі IT саласын қалайда бір игергісі келеді, оның үстіне нарықта айтишниктердің айлығы енді бір білмеймін күшті деп айтады ғой, нарықтағы айлықтардың бірі деп. Сіз қалай ойлайсыз, шынымен де ең нашар айтишникте бізде жұмыссыз қалмайтындай деңгейде ма қазір, немесе жағдай өзгерген ба? Жоқ, жағдай өзгерген сияқты. Өйткені пандемиядан кейін үлкен компаниялардың өздері 10 мың адамнан жаңағы жұмысқа шығарып, жаңағы Google, Facebook'тардың өздері. Егер жақсы білетін болсаң өз мамаңды, онда жұмыс табу ондай қиын емес. И жаңағы айлығы бойынша неге ондай? Өйткені қазір онлайн жұмыс жасауға болады. Өйткені сен Қазақстаннан отырып, басқа жақтарда да жұмыс жасай аласың. Мысалы, Америкаға жұмыс жасай аласың, бір стартаптарға жұмыс жасай аласың, ремоут, онлайн. Сол үшін ол жақтағы зарплаталар мен біз жақтағы зарплаталар қазір теңесіп жатыр. И бізде де зарплаталар тез өсіп жатыр қазір. Компанияның өзінде былай байқаймын. Анализ жасаймыз. Именно продуктовый командалардың зарплаталары нарықта басқа компаниялармен салыстырып тоже өсіп жатыр жақсы. Өйткені возможность бар, басқа жақта жұмыс жасап, неге мен аз ақшаға жұмыс жасаймын деп. Лучше, допустим, международный бір компанияға жұмыс жасап, көбірек ақша аламын деген сияқты. Енді бұл мамандарды ұстап қалудың бір амалы, айлықты жақсы беру. Ол да бар. Қанша адам жұмыс істейді сіздерде, Асқар, Манфитта? Қазір егер бүкіл мемлекетті алсақ 250-ден астық. Алматыда? Алматыда 130-140 жұмыс жасайды. Мысалы қараңыз, 150 адам, енді 200-ден астам адам Қазақстан бойынша, әлем бойынша масштабирование сіздерде. Өздеріңіз енді 5 основатель, негізін қалаушы тоныстасыздар. Әлі де сіздердің бағындыратын мақсаттарыңыз көп, сондықтан сіздердің қызығушылықтарыңыз басым. Бірақ адам саны көбейген сайын, мысалы сіздер енді барлықтарыңыз қандайда бір ірі компанияда жұмыс істеп келген еместер, сіздер өздеріңіз компанияны құрып, ірі компанияға айналып жатсыздар. Қызметке адамды алар кезде неге назар аударасыз? Біліміне, біліктілігіне ма, немесе адами қасиеттеріне де зер салу бар ма? Бұл сұрақ не үшін туындаған айтайын? Мысалы, сіз айтып жатсыз, бізде әлеуметтік негізделген өздеріңіз жігіттер сияқтысыздар, менің түсінгенім бойынша, жаңағы волонтерлікпен сабақ беру, одан қалса сіздерде Путин деген приложение болды. Сосын этикалық тұрғыдан, мысалы, жеке мәліметтерді таратпау, адамдардың қарым-қатынасын бұзбау үшін біз оны бір күні өлтіре салдық дедіңіздер, Яғни сіздердің бойларыңызда ақшаға құнығушылық емес, бір қандайда бір созидательный дейді ғой, бір сондай қасиет бар сияқты. Мен тіпті сізбен қазір сөйлесіп отқанның өзінде соны сезіп тұрмын да. Қандай қасиеттерге зер саласыздар? Ішкі атмосфераны бұзбай ұстап тұру үшін адамдардың бойында қандай да бір қасиеттер болу керек па? Немесе нәтиже әкеледі, мынау ақылды жігіт бәріне көнеміз дейсіздер? Біз қазір мысалға егер адамды алатын болсақ, бүкіл мемлекетте ценность дейді ғой, компанияның ценностьтары бар. Ең біріншісі честность, прозрачность. Біз өзіміз қатты қараймыз соған. Біздің мысалға аутсорс компаниямыз сол үшін может жалып қалды. Өте честный болғандықтан жаңағы левый ақша жасай алмадыңыздар ма? Левый ақша, жаңағы біреуге ақша беріп, бір продуктылар, тендерларды алу деген сияқты ондайға категоричный болдық. То есть әрқашан шын немен жұмыс жасадық. И қазір сол ценностьтарға байланысты адамдарды аламыз. Бірінші HR өткізеді, допустим, собеседованияны, сосын қай командаға баратыр, сол өткізеді. Ең соңында фаундерлардың біреуі өткізеді, жаңағы ценностьтар. Адаммен қай мемлекетте болса да онлайн біз өткіземіз. Әрқайсымыз өткіземіз. Бұрын Мұрат қана өткізетін, бірақ адам көп болғаннан кейін енді уже біз жайлап біз де өткізе бастадық.
честность, прозрачность, ответственность деген бар. Адамға бір тапсырыс берсең, өзі полностью ответственно жасап шығатындай. Сол ценностарға байланысты адамдарды аламыз. Ушу шыққан кездер болған жоқ па? Енді 5 жылдың ішінде әріптестеріңіз көңілінен шықпай? Жоқ, ондайлар әртүрлі жағдайлар болды. Біз қоштасқан адамдар да болды, сол үшін команданың басында қатты өсіп, сосын кішкене азайттық сол кезде. Біраз корп культура дейді ғой, соны енгізіп жатырмыз. Бір күнде енгізетін нәрсе емес, сол үшін біз әрқашан жаңағы бізде мынандай ценностар бар, соны жайлап енгізіп жатырмыз. Ол ценностьқа лайықты емес адамдармен қоштасамыз, әрине. Енді қанша адам сіз арасында, бәрі ер адам ба? Сіздерде командаңызда, сіздің мысалы жеке жаңа 30-дан астам адам бар дейсіз ғой, қыздар бар ма? Қыздар бар, е. Қанша? Біреу демеңізші. Жоқ, біреу емес, көп. Бір 30% қыз шығар. 20-30%. Көбісі енді ер балалар, бірақ жаңағы дизайнер, продукт, солар қыздар бар. Енді сіздердің жаңа құндылықтарыңыздың қатарына осындайда құндылықтар қосылса деген мен бір тілегім бар, гендерлік теңдікті сақтайтын, сосын жаңағы басында енді сіздер аудиторияны жинау мақсатында түрлі маркетингтік әдістерді қолданыңыздар, қазір енді мүмкіндіктеріңіз бар, сондықтан жаңағы қандай этикалық негізге негізделген толеранттылықты сақтайтын бір жарнамалар көп болады деген бір үміттемін. Енді сондай да шығар, мен қазір енді бақыламаймын. Сондықтан егер қате айтып жатсам, ренжімеңіз. Бүгіннен бастап сіздің OneFit-ті жүктеймін да, қарап отырамын, және болашақта бәлкім қолданып көремін-ау деймін. Қолданып көріңіз, обязательно. Енді Асқар, сіздің құр қол келмегеніңізді білемін. Бізге бір қандай да бір сыйлықпен келдіңіз, бір жылдық абонемент. Не істейік? Ойнатайық. Мынау бізді көріп жатқан, тыңдап жатқан адамдар, негізі енді бұл жерде бізді көріп жатқан адамдардың артықшылығы көбірек, десек те бізді тыңдайтын және түрлі подкаст платформалары арқылы тыңдайтын адамдар да қатыса алады. Талабымыз өте қарапайым, әлеуметтік желіде өздеріңіздің тыңдасаңыздар да, YouTube арнасынан көрсеңіздер де осы шығарылыммен бөлісу, және мені Айнелкай парақшамды Инстаграмдағы, OneFit-тің Инстаграмдағы парақшасын белгілеу, сондай-ақ YouTube-ға қайтып келіп комментарий қалдырып кету, ең қызықты, ерекше болып көрінген комментарийға біз 1 жылдық OneFit абонементін сыйлаймыз. Енді бізде Қазақстанның түкпір-түкпірінен болуы мүмкін ғой. Қазақстанның бар қалаларында, 10 қалада барсыздар, бәрі қатыса алады. Сондықтан мархабат. Егер сіз OneFit жоқ қаладан болсаңыз, бірақ ұтып алып жатсаңыз, осы 10 қаланың бірінде тұратын досыңызға, танысыңызға, бауырыңызға сыйлай аласыздар. Енді қызық әңгіме болды деп ойлаймын. Асқар, мен өзім көп нәрсе білмейді екенмін, сол сұрақтарыма жауап алдым. Егер мен сұрамаған тақ қосып кеткіңіз келетін нәрселер болса, мархабат, қосып кетіңіз. Жоқ, біраз нәрсені талқыладық деп ойлаймын. OneFit бойынша, университет бойынша біраз жақсы өтті деп ойлаймын. Рахмет шақырғандарыңызға. Ой, сізге рахмет келгеніңізге. Енді басында мен Мұратты көрген сайын менде бір іштей претензия болатын. Неге басқа жігіттер шықпайды деп, сондықтан сізде келіп, жаңа интровертпін деп жатсыз ғой, бірақ сонда да мен сізді интроверт деп ойлаймын, скрытый экстраверт шығарсыз. Сондықтан жиі сұхбаттарға келіңіз, өйткені қалың аудиторияға, меніңше сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз, әсіресе қазақ тілді аудиторияға өте маңызды. Сізге рахмет. Ал сіздер, достар, міндетті түрде 1 жылдық абонементті ұтып алуға тырысыңыздар, және біздің шығарылым ұнап жатса,
міндетті түрде өздеріңіздің таныстарыңызбен, достарыңызбен, бауырларыңызбен бөлісіңіздер, менің арнама жазылыңыздар, себебі кез келген жерде алгоритмдер жұмыс істейді, ютубта да, подкаст желісінде де мен алгоритмдерге тәуелдімін. Сіздер неғұрлым көп бөлісіп, комментарий қалдырып, жазылып жатсаңыздар, оны соғұрлым көп адам көріп, ести алады. Осымен ой детокстың кезекті шығарылымы аяқталды. Келесі шығарылымдарда аман есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар.